Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, нәп-нәзік салат әзірлейтін боламыз. Менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осында керемет рецепттерімді жіберіп алмашын арнама тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, тұз салып, венчикпен жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Қызып тұрған сковородкамызға сәл ғана май құйып, екі бетінен қуырып алатын боламыз. Міне бізде осындай омлеттер дайын болды. Толықтай суыған омлеттерімізді өткір пышақпен ұзынша етіп, соломка етіп турап шығатын боламыз. Қиярымызды, яғни огурцымызды ұзынша етіп, соломка етіп тураймыз. Қызанағымызды ұзынша етіп, соломка етіп турап шығамыз. Консервідегі жүгеріміз саламыз. Енді картошка пайымызды әзірлейтін боламыз. Ол үшін бір дана картошкамызды алып, ұзынша теркадан өткізіп, мұздай суға салып, 5-10 минуттан кейін қағаз салфеткасына кептіріп алып, қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Барлық затымызды ыдысқа салып, тұз, бұрыш, дәміне қарай салып, майонез қосып, араластыратын боламыз. Біздің салатымыз дайын болды. Жақсылап араластырып біріккен соң тарелкамызға салып, ең үстіне видеодағыдай картофель пайымызды салып шығамыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмашын арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.